бетінде мінекей баласының бетіне істеткен. Мысалы біз кей кезде ауызымыз ойылып кетеді, ауыз ойылғанда мына жағуға болады. Я сәлеметсіздер, қазір уақыттарыңыз қайырлы болсын. Мен осы Димуға компаниясына кезгетінен бұрын балам шектен опрессия болды, шектегі безде қабынып кетті. Ол кезде мен Диму компаниясының осындай керемет өнім бар екен білмеймін ғой. Опрессияға күннен батша тубау деп қояды бізде. Осы өкілді күнне 2 уақыт 3 уақыт қоя бергенде баламның иммунитет қуаты бірақ бұзылып, сол кезде теріден мынандай тері ауруы шыға бастады. Бетіне маған шынтағынан түсті. Содан кейін ұзақ уақыттық батша өнімдерді ше берсеңіздер, жер қабынуға ше беретін болса, біздің терімізді бұзып кетеді. Бауырланады ғой. Бауырланған кезде теріге әсер етеді. Теріге әсер етіп, сөйтіп бір апта доғдырханаға жатып шыққан кезде осылай теріде мәселе болды. Бұны мен балалар доғдырханасына көп апарып, 1 ай, 2 ай апарып, ары апарып беріп, жазылмап күннен күнге үлкейе берді. Бір күні мен өзім осы ауырып, Диму компаниясына келіп, ағзат тазалап, сондай жақсы болып кеттім. Сол барыста бір күн топта қарап отырсам, осы мына желкесін үлкен тері ауруы бар кісі, осы әйелдер өнімі бір қорапты істеп жақсы болып кетті. Онда деп мен де өзім алып істеттім. Менің кәсібім осы әйелдер мамандығы. Содан кейін барып бір талын кесіп алдым да, жақтым, жап таңертең қарасам, кішірек қатты сөйтіп, 2 ақтал жақты, бір қорап емес. 2 ақтал жаққан кезде бетіндегі терісімен мына шынтағы терідегі мәселені қайтты кетіп қалды. Содан бұл енді 38 түрлі шөптің нәрінен жасалған ғой. Біздің бұл енді әйелдер жақтағы микробты жойғанда әрине терідегі микробты жоюға болады. Міне мына 20 жылдық тері ауырса қайтқан кезде мәткедегі әрқандай жарақатты қоймайды. Сонда айтады ғой, мәткедегі жарақатты қоймайды дейді. Сырттағы 20 жылдық тері ауруын емдейді екен бұл. Ер азаматтарға да өте пайдалы. Ал енді мен өз басым әйелдер мамандығыменен 2015-тен бастап айналысып келе жатырмын. Көптеген әйелдер өнім қабыну бәрін жақсартып дедім. Бірақ мен Димуға келіп осы өнімді түсінгенде, осы өнімге неге қол қойдым? Менде 2 баланың анасымын, сол барыста біз босанған кезде мына тас сүйегіміз қалпына келмей қалады. Содан беліміз ауырады, тіземіз ауырады. Мына өнім тас сүйекті жият деді. Мен 2-ші балада өте ұзақ уақыт толғатып, мен тас сүйегім рәсімін жинаған. Сол кезде Үрімжіге барып, мен мына тас сүйекті жидыратынға бір немене бар ғой, қатты бүйтіп сүйекті салады ғой. Соған барып сұрасам 19 мың дейді Қытай ақшасымен. Ұршақ нашымыз қанша? Ойлашы 19 мыңға, сонша ақша. Сол мына өнімді естідім, тас сүйекті қалпына келтіреді деді. Үстінде 6 қорапты алып, 6 қорапты 5 күнде бітірдім. Мен қарағазға түскенде тас сүйегімде мынандай 6 сәнт ашық екен. 6 қорапты істеткенде 3 сәнт кішірейген кезде қатты қуандым, ортада сабақ өтті, мынаны істетіңдер деп. Әзерде мен өзім бүткіл қаридарларым бар ғой, әйелдердің өнім істеп жатқан. Әзерге мен өз өнімді тоқтатып, мына өнім істетіңдер. Барлығымыз енді бала босанып отырмыз. Бір рет жамбасқа ақау келгенін өмір бақи. Әзір апалар не үшін тізесі ауырып жүр, не үшін өкшелер ауырады. Өз уақытында баланы босанып болғаннан кейін тас сүйекті қалпына келмеген. Ол бүткіл белі өзгереді. Одан барып жамбас ауырады, одан тізе ауырады. Мына өнім істетіңдер деп, үлкен үйдегі қылайғына апаларға дейін айтады. Мына өнім істетіңіздер, тас сүйектеріңізді қалпына келтіреді деп. Содан менің қаридарларым ішінде тағы бір апай болды. 15 жыл доғдырханаға көрінді, жатырында өспес бар. Ол жатырдағы өспес 7 сәнт өсіп кеткен. 7 сәнт өсіп кеткен өспені сөзсіз түрде операция алуға тура келеді деді. Мен мынадан 6 қорап істеткіздім. Артынан 2 рет ағзат тазалады. Сөйтіп 6 қорап істетіп болып, Үрімжідегі үлкен өспе бөліміне барғанда 3 сәнтке түсіп қалған ғой өспесі. Пышақ тигізбей, осы өнім арқылы ғана. Ал енді және сіздерде мына HPV бинду деп қойды. Ол не деп айтады сіздерде? Вирус. Ол вирус әзіргі бүткіл әйел адамдарда бар. Ол былайша айтқанда, ол HPV вирусын сіздер елемей қоятын болсаңыздар, жатыр мойын рәгі болады. Ал енді мендегі болған қаридар 33 жаста, менен жаста бір кісі, сондай вирустың 3 түрі, 16, 38, 59 говей десе, ең жоғары дәрежесі болыпты. Бармаған жер жоқ, 3 жыл көрінген ғой. Ақырағында обиян дейді, жаман характер болып кеткен деді. Мен мынадан алдында 1 қорап алып істеп көрейін деп, 1 қорап алып істеп жақсы екен деп, артынан қимыл кезде 6 қорап істеп, 7 қораптан жақсы болған ғой. 7 қорапта бір жарым айда істетті. Одан 11-ші болған кезде Үрімжіге барып тексерсе,
жақсы болып кетті, ой жақсы болды деп артынан ауру алдында енді ажырасып кеткен ғой, сол ауру себептен жолдас қарамай кеткен. Артынан осы өнім жақсы болып биыл жазда қайта той қылып алды. Міне бұл өнім деген осындай керемет. Енді әйел адам болған бізде ауру жоқ, бізде қабыну жоқ деуге келмейді. Бізді қайғына көңіл күйіміздің тұрақсыз болып бір нәрсеге ренжіп, бір нәрсеге жылап қаламыз ғой. Оның өзі біздің жатырымызды иммунитетқа түсіреді. Иммунитетқа түскен жерде микроб пайда болады. Бұл кісі өзі массаж жасайтын екен. Кеше бір адамдық массаж жасап, содан қолы ауырып қалыпты.